Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Бүгінгі 15-ші дәрісіміз Европа мемлекеттерінің 19 ғасырдың 20-60 жылдардағы отарлау саясаты деген тақырып. Қарастыратын сұрақтарымыз: Америкадағы ескі отарлау саясатының дағдарысы, орта және қиыр шығыстағы отарлау экспансиясы, Ұлыбританияның отарлық саясаты, Францияның отарлық саясаты. 19 ғасырдың 20-60 жылдарында европалық державалардың отарлық саясаты жаңа сипатқа ие болды. Бұл кезеңде ескі отарлық жүйелердің дағдарысы, жаңа территориялық экспансиялар, мемлекеттердің халықаралық бәсекелестігі ерекше белсенділік алды. Америкадағы ескі отарлау саясатының дағдарысы осы кезеңнің маңызды ерекшелігі болды. 18 ғасырдың аяғында және 19 ғасырдың басында Латын Америкасы елдері Испания мен Португалияда тәуелсіздікке қол жеткізе бастады. Бұл колониялық империялардың саяси және экономикалық әлсіреуін көрсетті. Испания мен Португалия бұрынғыдан да әлсіз болып, бұрынғы отарлық мүдделерін қорғауда қиындыққа ұшырады. Соның нәтижесінде ақш Латын Америкасына өз ықпалын кеңейтіп, бәсекелестіктің жаңа формалары пайда болды. Отар, яғни қиыр шығысты отарлау экспансиясы 19 ғасырда европалық державалар үшін жаңа стратегиялық бағытқа айналды. Ресей, Ұлыбритания, Франция және тағы басқа да мемлекеттер Осман империясының әлсіреуін пайдаланып, Балқан, Кавказ, Солтүстік Африка және Мысырды бақылауға ұмтылды. Тәуелсіздік пен сауда жолдарын бақылау мақсатында дипломатиялық келісімдер мен әскери интервенциялар жиі қолданылды. Бұл экспансиялар жаңа отарлық аймақтарды қосып қана қоймай, халықаралық қатынастардағы бәсекелестікті күшейтті. 19 ғасырдың бірінші жартысында Ұлыбритания әлемдегі ең қуатты колониялық державаға айналды. Оның отарлық саясаты экономикалық, әскери, саяси мүдделеріне негізделді. Ол жаһандық үстемдікке ұмтылу арқылы жүзеге асырылды. Ұлыбританияның негізгі мақсаттары теңіз үстемдігін сақтау, сауда жолдарын бақылау, шикізат алу, жаңа нарықтарға қол жеткізу. Үндістандағы саясаты бұл стратегияның ең айқын көрінісі болды. 18 ғасырдан бастап британдық Ост-Үнді компаниясының жергілікті хандықтар мен князьдіктерге бақылау орнатып, саяси ықпалын арттырды. 19 ғасырдың ортасына қарай Ұлыбритания Үндістанды толық бақылауға алып, оны корона колониясы ретінде басқарды. Экономикалық тұрғыдан Үндістан шикізат пен ауыл шаруашылығы өнімдерінің негізгі жеткізушісіне айналды. Ал британдық өнеркәсіп өнімдері осы нарыққа шығарылды. Африкадағы отарлық саясаты да белсенді жүргізілді. Ұлыбритания стратегиялық маңызды аймақтарды басып алып, мысалы Египет, Судан, Оңтүстік Африкадағы колониялық әкімшілік орнатты. Бұл аймақтар арқылы Ұлыбритания сауда жолдарын, әсіресе Индияға барар теңіз жолдарын бақылауға алды. Қытайдағы саясат сауда мен теңіз үстемдігіне негізделді. 19 ғасырдың ортасында Ұлыбритания опиум соғыстар арқылы, яғни Қытайдың нарығына қол жеткізіп, экономикалық ықпалын күшейтті. Бұл соғыстар Ұлыбританияның халықаралық аренадағы позициясын нығайтты және Азиядағы колониялық мүдделерін қорғауға мүмкіндік берді. Ұлыбританияның отарлық саясатының ерекшелігі экономиканың тиімділік пен саяси бақылаудың үйлесуі болды. Одақтар жергілікті әкімшілік жүйелер, әскери күш, теңіз үстемдігі арқылы колонияларды басқару қамтамасыз етті. Сонымен қатар Ұлыбритания жаңа технологиялар мен индустриалды жетістіктерді пайдаланып, колониялық экономиканы тиімді интеграциялады. Осылайша 19 ғасырдың 20-60 жылдарында Ұлыбританияның отарлық саясаты теңіз үстемдігін сақтау, сауда жолдарын бақылау, жаңа нарықтарға шығу және колонияларды экономикалық әрі саяси тұрғыдан тиімді басқару арқылы жүзеге асқан жаһандық үстемдікке ұмтылу стратегиясы болды. Бұл саясат Ұлыбританияның әлемдік колониялық жүйенің негізгі драйвері етіп қойды және халықаралық қатынастардағы жетекші державалардың бірі ретінде орнықты. 19 ғасырдың бірінші жартысында Францияда өз колониялық экспансиясын белсенді жүргізді. Францияның отарлық экспансиясы Францияның отарлық саясаты экономикалық, саяси, сонымен қатар мәдени мақсаттарды қатар ұштастыруға негізделді. Оның негізгі бағыттары жаңа территорияларды иелену, стратегияның
стратегиялық маңызды аймақтарға бақылау орнату, сауда жолдарын қорғау, Францияның халықаралық ықпалын күшейту. Африкадағы экспансиясы 19 ғасырдың екінші ерекше ортасында ерекше белсенді болды. 1830 жылдары Франция Алжирді отарлап, солтүстік Африкадағы ықпалын кеңейтті. Алжирді отарлау бұл Франция үшін тек экономикалық емес, сонымен қатар саяси, әскери стратегия ретінде маңызды болды. Алжирде фермерлік, ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, сауда орталықтарын құру арқылы экономикалық тиімділікті қамтамасыз етті. Оңтүстік Шығыс Азиядағы саясаты да маңызды рөл атқарды. Франция Үнді теңізі мен Вьетнамды бақылауға алу арқылы сауда жолдарын бақылап, Азиядағы экономикалық ықпалын арттырды. Бұл бағыт Францияны Ұлыбританияның Азияда үстемдігіне қарсы тұратын негізгі державаға айналдырды. Францияның отарлық саясатының ерекшелігі мәдени ықпал мен әкімшілік интеграция белсенді қолдану болды. Колонияларда француз тілін, білім жүйесін, мәдени дәстүрлерді енгізу арқылы жергілікті халықты француз мәдениетімен интеграциялауға тырысты. Сонымен қатар, әкімшілік жүйелер мен әскери құрылымдар арқылы колонияларды тиімді басқарды. Экономикалық тұрғыдан Франция колонияларды шикізат алу, ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, өнеркәсіп тауарларды экспорттау арқылы пайдаланды. Саяси және әскери тұрғыдан Франция өз колонияларын, яғни қорғау, халықаралық бәсекелестікке қарсы тұру үшін тұрақты армия мен әкімшілік құрылымдар құрды. 19 ғасырдың 20-60 жылдарындағы европалық отарлау саясатының ерекшелігі ескі колониялық жүйелердің дағдарысын пайдаланып, жаңа аймақтарды бақылауға алу, дипломатиялық әскери құралдарды белсенді қолдану, экономикалық және стратегиялық мүдделерді ұштастыру болды. Ұлыбритания мен Францияның саясаты жаңа отарлық бәсекелестіктің негізгі драйвері болды. Бұл Европаның халықаралық аренадағы үстемдігін нығайтып, әлемдік геосаясатқа терең ықпал етті. Осылайша 19 ғасырдың 20-60 жылдарындағы европалық саясат Америкадағы ескі отарлық жүйелердің дағдарысын пайдалану және орта мен қиыр шығысты экспансиялау, Ұлыбритания мен Францияның колониялық үстемдікке ұмтылысы арқылы дамыған тарихи кезең болды. Қорыта айтқанда, бұл кезең халықаралық қатынастар мен жаһандық экономикалық жүйенің жаңа құрылымдарының қалыптасуына негіз қалады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.